Кейде біздің қазақтың жуастау мінезіміз осындай болып кеткен, аттан түсіп қалғандығымыздан деп көремін. Голощекин деген 32 жылғы ашаршылықта жылқы біткендікті жусатып қырып салды. Қазақ аттан түсіп жаяу қалды. Аттан түскеннен кейін біз момын ұлтқа айналдық. Ал енді қазір қарайық, кез келген ауылдағы ең мінезі жуас, қой аузынан шөп алмайтын бір жас бозбаланы, болмаса жігітті, болмаса ер азаматтың өзін тіпті атқа мінгізіп, бір айналдырып, шапқызып, аттың етін қыздыртып, кең даланың төсіменен танауына желді кіргізіп, көзінен жас парлатқызып, бір айналдырып шауып келсінші сол адам. Содан кейін қараңыз, тіпті дәрігерлер ақ өлшесін, екеуінің аралығы қандай екен. Анау жуас қалпынан, аттың үстінен келгендегі қалпын екеуін салыстырып қарайтын болса, аттың үстіндегі қалпы ол таза қазақтық қалпы. Біз сол қайнарды, сол қайсарлықты, сол ұрықты жоқ, аттан түскеннен кейін содан айырылдық. Сондықтан қазақтың әр азамат атқа міну керек қайтадан. Біздің қазақтың жігіттері күш қуат керек болатын болса, намыс керек болатын болса, қайрат керек болатын болса, атқа мініп тұру керек. Осыдан басқа ем жоқ бізге. Осыдан басқа қайратты қайтаратын жол жоқ. Біз мына заманда қазір машинаға мініп, Мерседесің, Тойотаң 200 км сағатына жылдамдықпен жүр. Сен атпен шауып, аттың үстіндегі даланың кәдімгі боз даланың үстін кәдімгі арындатып құйғытып келе жатқан кездегі алатын тынысыңменен аттың құйындатқан тақымыңды қысып шапқан кездегі беретін күш құдіреті сен оны ала алмайсың. Қанша ракетамен ұшыңыз, бәрібір сіз аттың үстіндегідей әсерді ала алмайсыз.